ұлттық тілдегі басты әдеби тұлғасы болады. Сол ұлттың қандай ұлт екен, ұлттың жаны, сол ұлттың тарихы басты ақын жазушының шығармасында қандай орын алды десек, ол Шекспир болсын, Гете болсын, Лафонтен болсын, испан әдебиетінде, қай ұлттық әдебиетте, әлемдік әдебиетте Гете айтқан басты ұлттың әдебиетінің өкілі болады. Қазақ әдебиетінің басты ақыны Ахмет Байтұрсын айтқандай, ол Ахмет Байтұрсын айтқандай, Абай қазақтың басты ақыны. 1913 жылы шыққан Қазақ газетіндегі мақаласында қазақтың бас ақыны деген тұжырым күні бүгін сол алаш зиялылары сол кезден бастап айтқандай, қазақ әдебиетінің басты өкілі, басты ақыны Абай болып табылады. 20 ғасырдың революция төңкеріс дейміз, 17 жылдан бастап Абайды жоққа шығару соцреалистік әдебиеттің басты мақсаты болды. Былай қарасаңыздар, әдебиетке әлеуметтік саяси оқиғаның қандай қатысы бар? Абайды жоққа шығарған кезде қазақ әдебиетін жоққа шығару. Абайды жоққа шығарған кезде қазақ өкілі әдебиетінің өкілі жоқ, қазақ ұлты әдебиеті жоқ, тарихы жоқ. Әлемдік деңгейде көрсететін әдебиетші, ақыны, жазушысы жоқ, жабайы халық ретінде сауатсыз қазақ 20 ғасыр барысында таныстыру жабайы сол кезде ыңғайлы болды саяси. Сондықтан Абайды жоққа шығарған кезде оны әуелі соцреалистік әдебиет, қазақ әдебиетінің дәуірі енді советтік кезеңнен басталады. Оғанда дейінгі бәрі феодалшыл, байшыл, оның ішінде Абай деген кім, ол феодал, байшыл деп жоққа шығарған кезде Әлихан Бөкейхан бастаған 20 ғасырдың басындағы қазақтың саяси және ғылыми элитасы Абайды анық Абай екен, Абай хакім Абай деген екен Мағжанның сөзі. Абай қазақтың басты ақыны еді деп Ахмет Байтұрсын айтқандай, 20 ғасырдың басында қазақтың саяси элитасы, алашордашылар шекараны бекітумен бірге 26 жылы, оның алдында 10 жылдан, 5 жылдан бастап Әлихан Бөкейхан тұңғыш мақаласы Абай туралы, Абайдың қайтыс болуына 1 жыл қарсаңында шықты. Абайды қазақ ұлтының басты ақыны деп алып қорғап қалу және Абайды орыс тілінде әлемге және таныту басты ғылыми мақсат болды. Алашордашылар тек біздің шекараны, жерді, жер асты, жер үсті байлықтарымызды қорғап қана қалған жоқ, олар туралы ғылым қалыптастырған. Басты қазақ елінің рухани өкілі, қазақ елінің тарихы кімнің шығармасында орын алды, қазақ елінің кім екенін кімнің мәтіндерінен танытуға болады. Қазақ елінің ақынның сөзі 20 ғасыр басында әлемдік дәрежеде Шекспир, европалық поэзия, Ресей поэзиясымен тең дәрежеде тұр деп салыстырып берген алаш ғалымдарының еңбегі болды. Оның ішінде біздің қазақ жеріндегі қазақ азаматтары, жаңағы пролетаршыл ақын жазушылар, алаш жазушыларымен, алаш ғалымдарымен пікір таласқа шығып, Абайды жоққа шығаруды үлкен идеологиялық науқанға айналдырған. Мына жақта тұрған пролетаршыл Сәбит Мұқанов бастаған социалистік бағыт болса, ол кісілер сол сенді, социалистік әдебиет тек Абайсыз болу керек. Себебі Абайдың басқына сол байшыл, ол феодал. Сондықтан сөзін жоққа шығару керек, жаңа заманда деген. Бұл жақта Сәбит Мұқанов басқарған, өзі сол заманға сенген қазақ әдебиетінің өкілдері болса, мына жақта тұрған Әлихан Бөкейхан бастаған, Ахмет Байтұрсын, Мырза Абдулатов, Мағжан Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров бастаған алашшыл қазақ әдебиетінің өкілдері, әдебиетшілері, былай қарасаңыз саяси элитаның өкілдері Абайды қорғап қалу, жай ғана қорғап, жалау қылып, мынандай қазіргі біздің санада саяси ғана қорғау емес, ғылыми жағынан Абай бас ақын болса, ол несімен бас ақын? Абайды европалық поэзияда тең дәрежеде қорғаған Әлихан Бөкейхан, ол европалық поэзияның ерекшелігіне, ал Абай оған не қосып тұр? Абай табиғатты бейнелесе, ол Шекспир, Гете сияқты тек тамсанып қана қоймайды. Қазақтың табиғатты қабылдау қалай деген ерекшеліктермен кәсібилік әдебиетші ретінде Әлихан Бөкейхан бастаған қазақтың ғалымдары, тұңғыш әдебиетшілері, алашордашылар Абайды танытуды 20 ғасырдың басында саяси және ғылыми мақсат етіп, әрқайсысы осы Абайға арнаған ғылыми зерттеулердің авторы болды. 1905 жылы Абайдың қайтыс болуына 1 жыл қарсаңында Әлихан Бөкейханның симпатиясы вестникте шыққан мақаласында Абай кім, оның шыққан тегі кім, нағашы ата-бабалары кім, ол осындай ата-баба тектігінен шыққан ғалымның хакім Абайдың сөзі неге қазаққа қажет, неге 20 ғасырдың басында және келешекке бізге ұрпаққа қажет деп
таныды Әлихан Бөкейхан. Осы сауалдарға қысқа мақаласында орыс тілінде Әлихан Бөкейхан сол кездегі Ресейдегі өзі білетін ғылыми әдебиеттанулық саяси элита Абайды таныстыруды өзі бастады. Одан кейін Абайды танытуды нақты тапсырма ретінде Смағұл Садуақасов, Ахмет Байтұрсынұлы, Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мағжан Жұмабай, ең жасы ішіндегі Мұхтар Әуезовқа дейін нақты тапсырма беріп, Абайдың құдіретті сөзін асыл сөз екенін түсінген жаңағы замандастарына Абайды танытуды кәсіби дәрежеде әдебиеттанулық, әдебиеттанудың пән сөзінде танытуды тапсырма етіп берді. 1912 жылы сөзі алтын шын хакім Абай дейді. Бірақ тармақ жолда Мағжан ақынның сөзі алтын хакім Абай дейді. Осы 4 сөзде қарасаңыз бүкіл Абай танудың басты ұстанымы тұр. Хакім Абай деп біз тәуелсіз кезде 18-20 диссертация жазылды. Ал Мағжан Жұмабай сөзі алтын хакім Абай деген сөзінде хакім деген сөзбен Абайды біз европалық дәрежеде түсініп келе жатқан сол Гёте, Шекспир болсын, Пушкин болсын, осылардан бір төбе жоғары қойып, хакімдік ол ақындықтан бөлек екен. Ақын болу үшін хакімдік елдің бәріне беріле бермейді. Ал Абай осылардан бір төбе тұрған, ол хакім болғандығы деген сияқты, осы бір тармақ жолда Абай танудың басты ерекшелігін, өзіндік сипатын және Абайдың басқа ақындардан, және әдеби ақындардан ерекшелігін Мағжан Жұмабай бағдарлама етіп қойып берді. 20 ғасырдың басында саяси идеологиялық және қазақты ұлт ретінде сақтап қалатын, қазақтың рухани, парасаттылық, ақыл халқы екен дәрежесін көрсету үшін Абайды қорғап қалу алаш ордашылардың басты идеологиялық, саяси, азаматтық мақсаты болды. Ал абайтану пән ретінде біз қазіргі кезде абайтану пәні ретінде советтік заманнан бастап айтып келе жатырмыз ғой. Ол пәнді енді қашан басталды десек, әрине Әлихан Бөкейхан, Ахмет Міржақып, Жүсіпбектердің бастаған еңбектері осының басында тұр. Совет заманы кезінде 1988 жылға дейін біз өзіміз, өзің бәрің білесің, біз ол абайтану бар екенін білмедік қой, алаш абайтану. Біз ойладық, совет үкіметі кезінде тек Мұхтар Әуезов жазған Абай жолын, әдебиет тарихында Мұхтар Әуезов Абай туралы үлкен мағлұматтар берген деп абайтанудың басын Мұхтар Әуезовпен бастап келдік. Сөйтсек, бұл біліміміз біздің жеткіліксіз екен. 1988 жылы алаш әдебиеттану, алаш ғалымдарының еңбектері ашылғанда қарасақ, Мұхтар Әуезовтың айтып жүрген мақалаларының концептілерінің басты теориялық тұжырымы Әлихан атын атамай, Әлиханға деген сілтеме жоқ, бірақ Әлихан айтып берген жолмен Мұхтар Әуезов, совет заманында аузы тілі байлаулы Мұхтар Әуезов олардың өз ұстаздарын атын айта алмай. Әлихандар дүниеден өткенде Мұхтар Әуезов 19 жасар жігіт болған. Бүкіл солардың еңбектерін біліп, Абайдың бас ақыны деген мақаланы жатқа біліп, Ахмет Байтұрсын 50 жылдығына Ахаңның 50 жыл деген керемет баяндама жасап, оның ішінде Ахаңның қазақтың бас ақыны деген мақаласы бүкіл абайтанудың бағдарламасы деп айтқан Мұхтар Әуезов совет үкіметі кезінде не өмірінің соңына дейін не Әлихан, не Ахмет, не Жүсіпбек, не Мағжандардың аттарын атай алмай, олар абайтануды осындай айтты ғой деп атай алмай өткен әдебиетші. Бірақ 1927 жылған әдебиет тарихын қарасаңыз, ішінде қазақтың бас ақыны Абай болса, оның алдында, Абайдың алдында мыналар тұр деп Бұқар жыраудан бастап Шортанбай айтты деп, Абайдың алдындағы қазақ әдебиетінің асыл сөз өкілдері деп тізіп берген кім? Тұңғыш рет әдебиет тарихында Мұхтар Әуезов. Абайдан кейінгі кімдер тұр дегенде, Мұхтар Әуезов тұңғыш рет сол әдебиет тарихында Абайдың сөзін асыл екенін танытып, Абайдың сөзін қазаққа, қазақ қанша ғұмыр жасайды, сонда қажет екен, парасат, ақыл, бүкіл қазақтың ақылы асыл сөз Абайда тұр деген тұжырымды оны таныған алаш әдебиетшілер жалғастырды деп, Ахмет Міржақып, Жүсіпбектердің, Сұлтанмахмұттың сөздері Абайдың шәкірттерінің сөзі деп, Абайдан кейінгі алды арты бар деп танытып берген Мұхтар Әуезов болып саналады. Бұл кітапты Ленинградтың студенті болып жазған Мұхтар Әуезов теориялық тұрғыда Ахмет Байтұрсын айтқан қазақтың бас ақыны, Мағжан айтқан сөзі алтын шын хакім Абай. Не болмаса Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқан асыл сөзді іздесең Абайды оқы ерінбе, адамдықты көздесең шатты оқып ал. Осы 4 сөзді, мысалы 4 осы бір тармақта тұрған сөз, осының бәрін жатқа білген Мұхтар Әуезов совет кезінде осы репрессия ұшыраған алаш әдебиетін аты алмай, бірақ қолынан келгенше өзі әдебиет тарихы болсын,
абайдың арты мынандай, абайдың мектебі бар деп. Кейін абайдан кейінгі жалғастырған, абайдан кейін совет дәуіріне дейін үзіліп қалған жоқ. Атылып кеткен алаш зиялылар, алаш абайтанушы, алаш ғылымы тұр, алаш абайтану тұр деп меңзеп, аттарын айта алмай, Абай жолы деген кітапты жазуға мәжбүр болды. Абай жолын қарасаңыз, ішіндегі прототиптер алаш қайраткерлерінің нақты бізге есіне түсіретін істерінің басында болған. Шәкәрім бастаған, енді атын атамай-ақ қояйын, ол Абай жолын жазу. Алаш жолы, қазақ жолы деп жазамайды, ол совет кезінде қазақ деп атау алмайды. Алаш деген сөз совет заманында ең қорқыныш сөз болған. Сонда Мұхтар Әуезов бүкіл әдебиет тарихындағы айтып кеткен өзінің теориялық тұжырымдағы алаш ғылымы тұрған, алаш абайтану. Енді Ахаңның, Әлихандардың сөздерін осы отырып естіген, сөз естіген Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазуға мәжбүр болған. Және Абай жолы романы арқылы алаштарды меңзеп, олар былай айтып еді ғой деп, кейіпкерлердің аузына салып, Абайдың тұлғасының кім екенін алаш бабалары, ұстаздары берген аманат ретінде Абай жолы романын жазуды өзінің алаш ардақтыларының алдында парызын орындаған болып саналады. Мұхтар Әуезов әдебиетші ретінде, жазушы ретінде алтын хакім Абай деп Мағжан айтса, замандасы өзі жақсы көрген. Соны Абай жолы романында Мұхтар Әуезов тұңғыш рет Мағжанның, Жүсіпбектің, Ахметтің, Әлихандардың айта алмай кеткен сөздерін Абай жолы деп романда тиянақты концепт ретінде қазақ жол, ол Абай жолы, алаш жол дегенді айта алмай, Абай жолы деп бізге Абай жолын ұстанып, баста абайтанудың ұстанып етіп кетті. Оның бер жағында Мұхтар Әуезовтың абайтанудың өзі абайтанулық мақалалары бір жөн, бірақ ең басты Абай туралы концепті Мұхтар Әуезовтың әдебиет тарихында ұстанылған. Ол кезде алаштық позиция Абай, ол қазақ. Қазақ болу, Абайды тану, Абайды танымаған қазақ ұлт болудан қалады. Және қай ғасыр болсын, Абайдың әр сөзі қазақтың басты ұлттық рухани бағдарламасы болып қала бермек деген Міржақып Дулатұлының бағдарламасын Мұхтар Әуезов 27-ші шыққан әдебиет тарихында жан-жақты етіп, кәсіби тілмен, бір орыс термині жоқ. Қазақ әдебиет тарихын қазір мысалы мен студенттерге оқытып қарасам, Абай бүгін жазған еңбек пе Абай деп таңқалады ғой. Бүгінгі сөздермен, яғни пән сөздерін ұстанған кәсібилік зерттеуінде бүкіл алаш әдебиеттануының айтылмай кеткен және тұжырымын 20 ғасырдың басында Мұхтар Әуезов, Ленинград университетінің студенті, ол кітапты жазғанда 26 жаста ғана біздің Абай танушы Мұхтар Әуезов бүкіл Абай танудың, алаш әдебиеттанудың негіздерін шегелеп, осы өзінің еңбегінде соқырға таяқ ұстатқандай. Абай қазақтың басақын, ол хакім, несімен ақын. Сөзі асыл, несімен асыл сөздің сипаттары мынандай. Абайдың алдында кім тұр? Шортанбай бастаған бұлар отыр. Кейін тұрған алаш ғалымдар, алаш әдебиет, Ахмет, Міржақып Дулат, Жүсіпбектердің сөзі деп шегелеп берген. Ал енді совет кезінде біз алаш әдебиеттануын білмедік, тек Мұхтар Әуезовпен шектеліп келдік. Оның бер жағында әдебиет тарихы совет кезінде онша оқытылмады, насихатталмады. Ал енді Мұхтар Әуезовтың әдебиет тарихын түсініп алып, әдебиет тарихындағы әр сөздің алдындағы нені меңзеп тұрғанын түсінген совет кезінде қалыптасқан ғалым ол Мекемтас Мырзахметов. Ол кісі осы мына отырған музейімізде отырып, совет заманда айтылмайтын, меңзелген шындықтарды біліп алып, айтуға болмайтын заманда, енді Мекемтас аға түгіл Мұхтар Әуезов өзі айта алмаған заманда, Мұхтар Әуезов ішіндегіні қалай шығарды, мысалы, айтуға болмайтын заманда 19 жасар Қайым-Мұхамед ханды өзіне жаңағы ізденуші қылып алып, Абайдың ақындық айналасы деген диссертация жазар. Абайдың мектебі дедік. 1951 жылы кандидаттық диссертация осы Алматыда қорғалған кезде біздің өзіміздің социалистік белсенділер 19 жасар Қайым-Мұхамед ханға бұл феодалшыл ақынды қорғап отыр. Ол феодалшыл ақынның мектебі бар деп антисоциалистік ғылыми тұжырым жасады деп қорғаудан кейін үстінен арыз жазып 19 жасар жас жігітті, сол кезде 9 баласы бар Қайым-Мұхамед 25 жылға соттап жіберді. Тек тақырып үшін. Оның үстіне ақынның мектебі айналасында деп. Ол жерде Ақылбай, Кәкітай маңайын айтады. Алаштың да меңзеуге болмайтын заман ғой. Балалары оны жалғастырды, мектебі бар маңайында деп. Өз балаларын Мағауия, Кәкітай, Ақылбайларды айтқан үшін олар осындай әдеби мәтіндер жазған,
әкесі абайдың тапсырмасымен олар абайдың аманатын әдебиеттегі орындады деп айтқаны үшін ғана ол жерде алаш айтылса, әрине ол кісі ату жазасына кететін еді. Сонда қарасаңыз Мұхтар Әуезов өзі аузы байлаулы, өзі қуғын сүргінде әр сөзін аңдып отырған заманда жаңағы жап-жас Қайым-Мұхаметхан сияқты зерттеушісі арқылы абайдың ақындық айналасы бар деп ақырын ғана бізге 25 жылға сотталып кетті, бірақ ақындық айналасы деген кітап 91-93 жылдары тек тәуелсіз кезде жарық көрді. Сонда қарасаңыз әлгі жазған қолжазбалар өртенбейді дейді ғой Ресей ғалымдары. Шынында да 19 жасар Қайым-Мұхаметханұлының еңбегі, ол кісі егде 70-тен асқан шағында осы институтта, енді ұстазы Мұхтар Омарханович жоқ, 2-3 том болып әдемі болып шықты. Абайдың өз ұрпағы Ақылбай, Мағауия, Кәкітайлардың не істеді, не қойды, бабалардың тапсырмасымен не жазды дегеннен бастап, бүкіл аудармашылық, басқа бір әдебиеттанылық өз әкелер туралы естелігінен бастап, кейін ең соңғы томда Алаш, Әлихан Ахмет, Міржақып Жүсіпбектердің Мұхтар Әуезовке дейін, осы қарасаңыз Алаш әдебиеттан совет заманда өсіліп қалды ғой. Енді тәуелсіз кезде осы бар, одан кейін міне Әуезов тұр, одан кейін міне 51-ші жалған Абайдың ақындық айналасы тұр деп тұжырымды қойған абайтанудың Қайым-Мұхаметханұлының 3 томдық Абайдың ақындық айналасы, Абайдың шәкірттері деген теориялық еңбектер болып табылады. Сонда қарасаңыз тәуелсіздік кезде абайтану міне басы мынау, ортасы мынау, совет заманда социалистік кезінде мынандай, енді ол кезде зерттеушілер болды ғой, олар өз заманына сай шектелді. Солардың еңбектерін көрсетіп отырып, ең соңында өз ұстазы Әуезовтан алған аманатын орындап, Мұхтар Әуезов Абайды былай танытты. Ол кісінің жетекшілігімен мен мынандай жұмыс жаздым, мен тек тәуелсіз кезде осыны шығарып отырмын деп, Әуезовке дейін өзінің бүкіл еңбегінің логикалық абайтану тұжырымын 93 жылы жаңағы Қайым-Мұхаметханның еңбектерінде бұл абайтану пәні реттеліп өз орнына келтірді. Абайтануды пән ретінде түсіну үшін ең басты Ахмет, Әлихан, Жүсіпбек, Мағжан, Ілияс Жансүгіров ақын ретінде Абайдың 1930 жылы шыққан кітап тұңғыш рет ғылыми түсініктеме жазған ғалым. Ілияс Жансүгіровті біз ақын дейміз ғой. Әр сөзін шыққан Қызылорда шыққан 30 жылы шыққан кітапқа Абайдың мына сөздері қате кеткен. Абайдың мәтінде мынандай сөз айту мүмкін емес, Абайдың заманында мынандай көшірілмес деп, не Мүрсейітте кеткен деп салыстырып отырып ғылыми түсініктемен әдемі жазған тұңғыш әдебиетші түсініктемеге. Ол Ілияс Жансүгіров. Одан кейін енді Мұхтар Әуезов және Қайым-Мұхамет. 3 текстологиялық мен үшін ол Ілияс Жансүгіровтен басталады. Мен ақын ретінде Ілияс Жансүгіров білемін, бірақ текстолог ретінде Абайдың әр сөзіне жаңағы жазған 30 жыл жинақта шыққан сөздерін, ақауларын санап отырып, және қарасаңыз сол 20 ғасыр басындағы әдебиетшілер, оның ішінде Сағди деген әдебиетші бар, Абайды оқып таңырқа деген бір кітап шықты, Мекемтас Мырза, соның ішінде Сағди деген әдебиетші бар. Сол кісі мысалы 20 ғасыр басында Абайдың қаншама өлең жолы бар екен санап шыққан ғой. 5000 тіпті сол кезде шыққан өлеңдері. Ал қаншама әлі шықпай жатқан оны бір Кәкітай мен Әлихан білген ғой. Сонда қарасаңыз 20 ғасыр басында абайтану, Абайдың өлеңдерінің саны, шыққаны, жарияланғаны, және ол қалай насихатты, осы туралы бүкіл ғылыми қажетті мағлұматты пәни кәсібилік дәрежеде жүргізе алған. Жаңағы Абайды оқы таңырқа деген кітапты, Абайды оқы таңырқа Сұлтанмахмұттың бір сөзі ғой, соны алып жинақ қып сол кездегі әдебиетшілер Белослюдов бар шығарған, Мекемтас Мырзахметұлы. Қарасаңыз өз кезінде Мырзахметов тек Абайды тануда Әуезовпен айтуға мәжбүр болды. Енді алдындағы Абайды оқы таңырқа Сұлтанмахмұттан бастаған бүкіл абайтануды, оның ішінде Әлихан, Ахмет бәрінің мақалаларын жинас, әдемі бір жинақ шығарған. Соны міндетті түрде мектепте және жоғары оқу насихаттау керек. Себебі алаш зиялылар, алаш ғалымдар кәсіби деңгейде, бірақ оның маңайында үлкен абайтану бар. Белослюдов деген орыс болған, Зейнел Ғабиден, Сағди, Рамазанов деп толып атқан жаңағы авторлар нақты абайтану туралы зерттеулердің авторы. Сонда қарасаңыз 20 ғасыр басында абайтану өз дәрежесінде танылды. Бірақ бар кінәсі ол советке дейін заманда мойындалмайтын абайтану болғандықтан біз тек совет заманында мойындап, совет заманымен шектелуге мәжбүр болдық деп осыны айтқан Мекемтас Мырзахметов болса, ертең барамыз. Мекемтас Мырзахметов алаш абайтануынан бастап совет кезіндегі Мұхтар Әуезов, Қайым-Мұхаметхан және өз нүктесін қойған абайтанудың бүгінгі тірі шежіресіші мен үшін ол Мекемтас Мырзахметов.
Абай жолы романның мысалы осы жерде отырып текстологиясы, Абай жолы романы қалай жазылды, Абай жолы роман тарихи негізі туралы жазған Ләйла Мұхтаровнаның диссертациясын бәрін ескере отырып, Мекемтас Мырзахметұлы осы Әуезовтің абайтануға қатысты зерттеулер, Әуезовтің Абай жолындағы Абайдың бейнесін қандай концепцияланған және оның кейінгі абайтану қалай болып жатыр деген бүкіл тұжырымын жазып, осыны меңгеріп, және енді осы бәрін біліп алған екен, бұл батыстық, шығыстық европоцентристік ерекшеліктер қалай болды, ал енді шығыстық біздің Абай мен шығыс қалай болып жатыр деп дамытып жүрген абайтануды ол Мекемтас Мырзахмет. Ол кісіден басқа шығысты айтуға тыйым салынған. Абай қарасаңыздар, ол діни сауатты адам ғой. Ол міндетті түрде Абай, Әлихан Ахметтер сияқты бүкіл сол кездегі парсы тіліндегі әдебиетті, классикалық әдебиетті білген, танысқан, сондықтан ол шығыспен байланысы болуы анық. Совет заманында бұл айтуға тыйым салынды, бұны совет заманынан кейін тәуелсіз кезде тағы танытқан кім? Ол Мекемтас Мырзахмет. Сондықтан қазіргі заманда Мекемтас Мырзахмет біздің алаш абайтану болсын, соцреалистік кезде өз замандас жазған абайтану болсын, Мұхтар Әуезов пен Қайым Тұрсын, осының бәрін логикалық жалғасы Мырзахметтің еңбектері болып абайтану болып танылды. Сондықтан Мекемтас Мырзахмет абайтану пәнінің авторы болды тұңғыш. Осының бәрі бұл кісі жаңағы алдындағыны біліп, кейін не болады деп реттеп жүрген абайтанушы. Алаш қайраткерлер қарасаңыз 20-шы ғасырдың басында 20-шы ғасырдың басында Кенесарының қозғалысы жоққа шығарылғанда қазақ үкіметі жоқ, Ресей империясы, ресейлік қазақ ел деген ел жоқ. Бодана Ресейдің айналасында шет жағында жатқан бір көшпелілерді бізге сөйтіп қараған заманда алаш зиялыларының алдында жоқ, біз елміз, Абылай хан, Кенесары сияқты хандарымыз бар. Абылай хан Кенесары туралы өз еңбектерінде, жаңағы Мағжанның поэмаларында тарихи кейіпкерлер ретінде олардың тарихи істері жайында, ұлт азаттық қозғалыс жайында жазуға тапсырма алған алаш зиялылары енді қазақтың тарих кітабы ретінде жазылмаған ғой, әдебиетте жазуды мақсат қойып. Және қазақтың асыл сөзі бар, оның шыңы Бұхардан кейін, Бұхар Абылай хан заманда айтты, одан кейін Абай деп айту басты қажеттілік болды. Абайдың сөзі дейді, Ахмет Байтұрсын айтты, Абай сөзі несімен ерекше дейді. Абай сөзі нақты. Сөзді Абай талғай алады дейді. Және Абай сөзді талғамен таңдап алып, оны пайдалана алады дейді. Сөзі қысқа, мағынасы терең дейді. Қараңызшы, сөзі қысқа, нақты, мағынасы терең. Абайдың әр сөзі үлкен бір білімділікпен, талғамен таңдалып алғандықтан дейді, оның құндылығы осында дейді. Және Абайдың әр сөзі дейді, Ахмет Байтұрсын, оқырманға оқып отқан Абайды оқыған емтихан болып табылады, сынақ болып табылады, оның білімінің дәрежесін. Мысалы, Хакім Абай деп Мағжан Бекер айтқан жоқ, Абай Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз ешқашан жалған бол. Бұны түсіндіру үшін ол хакім екенін айтуымыз керек қой. Сонда қазақ даласында асыл сөз жай бір сөздің сырлы, әдемі, сылдырын ғана айтумен шектелмеген. Ол ақыл сөз болу керек. Оқырманның адамның жанына қажетті сөз бола білу керек. Осы сөз Абайда бар дейді. Абайды оқыған әр қазақ қай заманда дейді, Абайға қайта баруға мәжбүр болды. Себебі қай заманның адамы болсын, сол қазақтың жанына қажетті сөзді айта білу. Абай айтады ғой, өлеңде де қарас, Абайдың адамның тәні бар, жаны бар дейді. Ал асыл сөз дейді Ахмет Байтұрсын, сол Абай сияқты адамның жанына қажетті сөзді айта білуінде дейді. Абай сөздерінің асыл болу сыры осында дейді Ахмет Байтұрсын. Осы мен айтып отқан ұстаным 1913 жылы Қазақ газетінде Ахмет Байтұрсынның қазақтың бас ақын мақаласында жазылған. Ал енді осыны қазір 21-ші ғасырда айтсаңыз, мысалы шетелде таңғалады. Қалай сонда дейді, Петрарка, Шекспирлар жас кезде адасып, сезімді жаз, сонымен ғана шектеп, ал сонда сіздер ақыл сөздің иесі екенсіңдер ғой. Ол жай сөз емес, адамның жанына қажетті рухани ақыл сөз екен ғой. Интеллектуалдық сөз болғандықтан шынында да сендер сондай 100 жыл бұрын, 150 жыл бұрын осындай ақындарың болса, сондықтан сендер қазақ қазір осындай Орта Азияда бір ақылды халық болып бүйтіп алға келе жатырсыздар ғой деп, қазіргі біздің интеллектуалдық дәрежеміз анау жақтан келе жатқанын мойындаған, мысалы қазіргі саяси бизнес орта, біздің және Аллаға шүкір дамып келе жатқанымыз қазіргі жағдайымыз. Біздің әдебиеттің, біздің әдебиет ол қазақтың жаны ғой. Қазақтың тарихы жаны әдебиетте деген мыржақты болады. Қазақтың әдебиеті жанын көрсеткен Абай бастаған, одан кейін оны қостап қолдаған алаш ғалымдары, алаш ақындары, Мағжан болсын, Жүсіпбек, ең соңы Мұхтар Әуезов болсын, қазақтың кім екенін танытатын,
қазақтың қандай халық екен, қазақ біз үшін басты құндылық ішіп жеу ғана емес, қазақ жаны сақтау үшін малым садаға деген халық екен. Осындай басты ұлттық концептілерді мысалы қазір айтсаңыз олар таң қалады. Сендер қандай парасатты, интеллектуалдық дәрежелер, анау жақтан келе жатқан этикалық күш беретін ақылды халықтарсыңдар ғой дейді мысалы. Ал енді осыны қазіргі заманда біз мысалы қазіргі заманның студентіне осыны бүйтіп айтпай, алаш ғалымдардың сөздерін келтіріп, мынау Абайдың бас сөзі, мынау Абайдың асыл сөзі, ол несімен асыл сөз? Сөздің асыл болу сыры не дейді деген әдебиет танытқышпен айтып берсек, ол біздің қазақ тіліндегі ғылымның дәрежесі осыдан 100 жыл бұрын 21 ғасыр қазіргі деңгейде және бүгінгі бізге қажет екенін айқындайтын ғылыми дерек. Мен айналысып жүргенім осыны мен басқа шетелде айтам, 100 жыл бұрын жазылған Абай сөзін айтам, Әлиханның сөзін айтам, Міржақып, Жүсіпбектер айтам. Және ең жас қалған осылардың бәрін қасында отырып, зөңгілес болып жүріп, бірақ совет заманда тірі қалып, алаш аманатын қолы, аузы байлаулы заманда айта алмаған Мұхтар Әуезов құсада жүріп, қолынан келгенше мысалы Қайым Мұхамедханды ғалым ретінде қалыптастырып, Абай жолын жазып кетті. Қолынан келген бізге алаш аманатын орындап кеткен жалғыз алаштың асыл және алаштың азамат өз ұстаздарына деген адалдығын сақтап қалған әдебиетші ғалым жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Қазақтың бас ақыны Абайдың әр сөзі нақты. Абай сөзді талғаммен және талдай ала білген деген мысалы орынды пайда. Абайдың сөзі қысқа дейді, мағынасы терең. Осы сөздерді айтсам ойлайды қазіргі заманның адамы жазған сияқты дейді ғой. Сонда қарасаңыз шынайы ғылыми мәтін пән сөзінде ол ешқашан ескірмейді. Бұл алаш абайтануының әрқайсысының ғалымдарының еңбегінде тұрған шынайы білім. Жоқ, қазіргі оқушыларға мына Абайдың қазақтың бас ақынын оқуға берші, 2,5 бет қой. Ана алып таста Ахметтікі екенін, оқып берші кімдікі десе таң қалады ғой. Абайдан кім жазып отыр, қай академик дейді ғой. Академик анда 2,5 бетті Абайды таныта алмайды. Және алаш абайтануының басты ерекшелігі қысқа, нақты.